Сәлем достар, Суперкемтектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге өте тез дайындалатын түскі ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жақындарыңызға дайындап беріп қуантыңыздар. Және де сіз менің арнамды алғаш рет көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сізге менің арнам ұнайды деген ойдамын. Өте жылдам жасалатын түскі ас дайындаймыз. Ол үшін бізге сұйық май қажет, және де тауық еті қажет. Менде тауықтың филесі, яғни тауықтың төс еті. Брокколи қажет, пияз және де қызыл тәтті бұрыш қажет. Қалауыңыз бойынша 1 ас қасық томат пастасы және де 3 қасық майонез қоссаңыз болады. Тұз, бұрыш дәміне қарата. Енді осының барлығын қуыратын боламыз. Бізге 1 стакан күріш қажет. Біз 1 стакан күрішті тура осы стаканмен өлшедік, және де оны жуып алдық алдын ала. Ыдысымызға саламыз. Жуғаннан кейін біраз уақыт тұрғаннан кейін уже күрішіміз кішкене құрғап қалған. Сіз жуып сразу қолдансаңыз болады. 1 стакан күрішке дәл сол размердегі 2 стакан суды құямыз. Яғни 1 стакан күріш қолданатын болсақ, 2 стакан су қажет. Бірге 2 порцияда жүреді. Және біз мұнда сармай саламыз. Шамамен осы жетеді. Енді баяу отта қайнатып пісіретін боламыз. Астын қостым. Бірінші қатты отта бір қайнатып алам, одан кейін баяу отта бұқтыратын боламыз. Толыққанды піскенше. Табамызды қойып қыздырамыз. Сұйық май құямыз. Тауық етін саламыз. Тұз саламыз. Негізі куриный грудинка өте тез піседі. Қара бұрыш саламыз. Жақсылап біркелкі ағарғанша қуырамыз. Дәмдеу шөп қосып жатырмын. Травки. Және анандай приправа алған болатынмын, универсальный. Қазір осы приправаны салатын болам. Неге тауығымыз уже почти пісіп қалды. Енді үстіне пиязымызды саламыз. Менде қызыл пияз, сізде ақ болсын, кез келген пияз жарай береді. Енді қуырамыз. Енді үстіне брокколи саламыз. Және де қызыл тәтті бұрышты саламыз. Араластырып қуырамыз. Егер брокколиді ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Және де егерде чеснок болса, чеснок қоссаңыздар, вообще күшті болады. Біздің үйде бітіп қапты, өкінішке орай. Енді соус жасаймыз. Ол үшін біз суға 1 қасық томат пастасын, яғни ас қасық, және де 3 қасық қаймақ немесе майонез саламыз. Шамамен осылай сала берейік. Және осыны жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді осы соусымызды құйып, бұқтырамыз. Тағы да жарты стакан су құйсақ болады. Күрішті кесемізге салып аламыз, және де тарелкамызға төңкереміз. Дәл осылай барлық тарелка жасаламыз. Күрішіміз бай болып пісті. Мінекей. Мінекей тамағымыз бұқтырылып пісті. Енді гарнирдің қасына саламыз. Достар, біздің тез дайындалатын тауық етінен жасалған түскі асымыз дайын. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.